Барлықтарыңа сәлем. Бүгін ентіда кездесетін, именно осы түбір тақырыбына кездесетін есептерді талдайтын боламыз. Яғни топ қиын 6 есеп талдайтын боламыз. Давайте кеттік. Бірінші есебінен бастап шығарайық. Бірінші есепте қарасаңыздар, қысқаша көбейту формуласы бізде. Мынау бізде А болса, мынау бізде В болса, мынау бізде А болады, мынау бізде В болады. Яғни А минус В көбейтілген А плюс В. Бұл сіздерге таныс формула деген үміттемін. А минус В көбейтілген А плюс В. Так, екеуінің көбейтіндісі бізде А-ның квадраты азайту Б-ның квадраты болады. Енді дәл осылай біз формулаға сала саламыз. Яғни түбір асты 3-дің квадраты азайтылған 2 түбір асты 2-ның квадраты. Так, енді бөлінген, қараңыздар, 8-ден 7. 8-ден 7-ні жазып қоямыз. Азайтылған, мынау 1000-нан 125. Яғни 0,125-ті біз бөлшекке айналдырған кезде 1000-нан 125 деп жазамыз. Осыны біз былай жасақ болады. 125 пен 1000-ды қысқартамыз. 8-ден 1-ден келеді. Сонда 8-ден 1 екен. 1-ді 8-ге бөлсек 0,1000-нан 125 шығады екен. Так, 8-ден 1 плюс 20-дан 1 болады. Енді тең деп мынаны есептейік. Квадрат пен түбір қысқарады. 3-дің өзі қалады. Азайтылған бізде, қараңыздар, 2-ның квадраты көбейтілген түбір асты 2-ның квадраты. Яғни сырттағы квадрат 2 санға бөлек әсер етеді. 2-ның квадраты көбейту түбір асты 2-ның квадраты. Так, бөлінген 8-ден 7 азайту 8-ден 1. Яғни 7-ден 1-ді азайтсақ 8-ден 6 шығады. Так, қосылған бізде 20-дан 1. Енді не істейміз? Мынаны қысқартамыз. Мынау бізде 2-ге қысқартсақ 4, мынаны 2-ге қысқартсақ 3. 4-тен 3 болады. Енді мынау төбесі 3 азайтылған 4 көбейтілген 2. Яғни мынау квадрат пен мынау түбір қысқарып кетеді, 2 болады. 4-ті 2-ге бөлсек әрине 8. Бөлінген 4-те 3 қосу 20. Яғни ортақ бөлім 20 бізде. Мына жаққа бізде 4-тен 3 қой. Значит 5-тен келеді. Сонда 5 пен 3-ті көбейтсек 15, оған 1-ді қоса саламыз, 16 болады. Сонда 3-тен 8-ді азайтсақ минус 5 бөлінген 20-дан 16. Енді осы жерде көбісі қателесіп жатады. Яғни бұл жердегі 20-ны не істейміз? 20-ны төбесіне қарай бетіп шығарып көбейтіп жүреміз. Яғни ең астында тұрған санды төбесіне қарай көбейте саламыз. Тең болады. Минус 5-ті 20-ға көбейтеміз, оны бөлеміз 16-ға. 16-ға бөлеміз. Сол кезде бізде шығады не ол? Так, бізде 16 мен 20-ны қысқартамыз 4-ке, мыняққа 5-тен, мыняққа 4-тен. Сонда минус 25 бөлінген 4 шығады екен. Ол бізде минус 6-та 25 дейтін жауап болады екен. Жауабы сонда Д. Келесі есеп бізде өрнекті ықшамдау керек. Ықшамдау керек деген сөз ол қысқарту керек деген сөз. Яғни біз өрнектерді қысқарту арқылы осы есептің жауабын тапсақ болады. Енді қараңыздар. Бірінші есепте x-тің 3-тен 1 дәрежесі, мынау бізде x-тің 3-тен 1 дәрежесі болады. Яғни x-тің 3-тен 1 дәрежесін жақшы сыртына шығарып жіберген кезде ішінде x-тің 3-тен 1 дәрежесі болады. Бұл жерде неге дейтін сұрақ туындайды, көпшіліктеріңізде. X-тің 3-тен 1 дәрежесі көбейту x-тің 3-тен 1 дәрежесі. Яғни бізде екеуін көбейтетін болсақ, дәрежелері қосылады. Мынау x, негіздері бірдей. Енді дәрежесін қосатын болсақ, x-тің 3-тен 2 дәрежесі. Сонда дәл мынау шыға келеді. Сонда бізде x-тің 3-тен 1 дәрежесін жақшы сыртына шығарсақ, ішінде x-тің 3-тен 1 дәрежесі азайтылған 3 қалады. Бөлімде мынау 5x-тің 3-тен 1 дәрежесі минус 15. Екеуіне де ортақ бөлгішті жақшы сыртына шығарамыз, ол әрине 5 болады. 5-ті жақшы сыртына шығарсақ, x-тің 3-тен 1 дәрежесі қалады, азайтылған 3. Яғни на екеуі не істейді? Екеуі қысқарады. X-тің 3-тен 1 дәрежесі бөлінген 5 болады. Сонда жауабы, қараңыздар, стандарт түрге келтіру керек шеше. X-тің 3-тен 1 дәрежесі деп отырғанымыз ол 3 негізді түбір асты x бөлінген 5. Яғни на жерден бір қасиетін айтып өтейін. Ол x-тің m бөлінген n дәрежесі ол тең болады. Так, n негізді түбір асты x-тің
м дәрежесі. Яғни мысал беретін болсақ, x-тің 3-тен 2 дәрежесі ол 3 негізді x-тің квадраты деген сөз. Осыны жақсылап жазып алыңыздар. Сонда жауабы бізде А варианты болады екен. Келесі есепте қарап отқандарыңыздай 0,4, ол бізде 0,2-ның квадраты. Түбірасты 0,2-ның квадраты. Қосылған 0,125 ол бізде 0,5-дің кубы. Яғни 0,5-ті өз-өзіне 3 рет көбейтетін болсақ, 0,125 шығады. Оны бұлай уақыт өте келе, опыттың арқасында дәл осындай темпте шығаратын боласыздар бұйыртса. Яғни бізде 0,5, 0,5, 0,5. Яғни 5-тің кубы 125 қой. Сонда 0,5-тің кубы 0,125. Енді бұл бізде 100 деп отырғанымыз барлығымыз білеміз, оның квадраты. Енді квадратпен түбірасты кетеді, кубпен 3 негізді кетеді, квадратпен түбірасты кетеді. Сонда бізде қалатыны 0,2 0,2 қосылған бізде 0,5 азайтылған 10 болады екен. Азайту бізде 10. Тең 0,7 азайту 0,10, тең болады минус 9/3. Жауабы бізде С болады екен. Келесі есепте сіздер осы дәреженің түбірдің қасиеттерін білсеңіздер жеткілікті. Яғни бізде минус 8, ол барлығымыз білеміз, минус 2-ның кубы екен. Минус 2-ның кубы 3 негізді түбірасты минус 2-ның кубы. Азайтылған 4 негізді түбірастында. Минус 4, ол қараңыздар, минус 2-ның квадрат деп жасақ болады. Минус 2-ның квадраты. Ол сыртында тағы да квадрат бар. Сол екеуі квадрат пен квадрат көбейтіп 4 дәрежесі болады. Бөлінген минус 1-дің минус 1 дәрежесі деп отырғанымыз ол 1 бөлінген минус 1 деген сөз. Азайту 2-ның квадраты ол 4. Яғни бізде қақтан шықты дейтін сұрақ туындайды. Мысалы А-ның минус 1 дәрежесі ол 1 бөлінген А болады. Ал А-ның минус 2 дәрежесі деп отырғанымыз ол 1 бөлінген А-ның квадраты болады. Сол секілді минус 1-дің минус 1 дәрежесі ол 1 бөлінген минус 1. Енді мына жерде куб пен 3 негізді кетеді, минус 2 болады. Азайтылған 2 мен 2 көбейтіліп 4 болады. 4 пен 4 негізді кетеді, минус 2 болады. Енді осы жерде ескеретін жағдай бар. Негізі бізде жұпсан болатын болса, онда біз шыққан санды модульге міндетті түрде аламыз. Яғни бізде негізі жұпсан болатын болса, түбір астынан бізде теріс сан шықпайды. Яғни бізде наяқта минус 1, астын есептегенде минус 1 азайту 4. Тең, енді қараңыздар, минус 2, бізде модульдің астынан плюстан шығады, яғни ол минус 2. Сыртындағы минус пен минус болып кетеді, бөлінген минус 5. Тең болады минус 4 бөлінген минус 5. Жауабы минус пен минус плюс болып кетеді, 5-тен 4-тің өзі шығады екен. Енді бізде қараңыздар, мына жерде қасиетті жақсылап түсіндіріп өтейін сіздерге. Мысалы 3 негізді түбірасты минус 2-ның кубы дедігі. Бұл жерде тақсан болғандықтан мынау мен мынаны қысқартып біз минус 2-ні жаза аламыз. Яғни бұл жауабы минус 2 болады. Егер де мынау жұпсан болатын болса негізі бізде мысалы 4 негізді түбірасты минус 2-ның 4 дәрежесі болса, ол кезде 4 пен 4 қысқаратта ол минус 2 модуль астында болады, міндет түрде. Яғни негізі жұпсан болатын болса, ол модуль астына шығарып барып осылай есептейсіз. Минус 2 ол модуль астында 2 болып шығады. Сонда бізде осы екі қасиетті қолдану арқылы осы есепті толықтай шығара алдық. Келесі есепте бізде 2, 4, 8, 2, 16, яғни бізде 2-ның дәрежесіне барлығын келтіре аламыз. Бұл жерде қарап тұрсаңыздар, жаңа сіздерге қасиетін айтқан болатынмын. Мысалы 2-ның m бөлінген n дәрежесі ол тең болады n негізді түбірасты 2-ның m дәрежесі. Яғни бізде 8 дегеніміз 2-ның кубы. Жазып өтейік, ерінбей. 8 ол 2-ның кубы. Көбейтілген 4 дегеніміз ол 2-ның квадраты. Яғни
мына жақта 3 негізді 2-нің квадраты көбейтілген 4 негізді түбір астында 2 бөлінген. Так, бізде 16 негізді 2-нің 4 дәрежесі көбейтілген 3 негізді түбір асты 2. Енді қараңыздар, барлығын не істейміз? 2-нің дәрежесіне келтіріп аламыз. 2-нің 2-ден 3 дәрежесі. Так, не жазайық? Теңдеу жерге бөлек жазайық. 2-нің 2-ден 3 дәрежесі. Мынау қасиетті қолданып отырық. Так, көбейтілген 2-нің 3-тен 2 дәрежесі көбейтілген 2-нің 4-тен 1 дәрежесі. Бөлінген. Так, 2-нің 16-дан 4 дәрежесі көбейту 2-нің 3-тен 1 дәрежесі. Так, не істейміз? Көбейтілген кезде дәрежелері қосылады. Сонда 2-нің 2-ден 3 дәрежесі қосу 3-тен 2 дәрежесі плюс бізде 4-тен 1 дәрежесі. Бөлінген 2-нің, бізде 16 мен 4 қысқаратта 4-тен 1 болады. Яғни 4-тен 1. Сонда 2-нің 4-тен 1 дәрежесі қосу 3-тен 1 дәрежесі. Енді не істейміз? Енді әрі қарай, бізде ортақ бөлім береміз. 2-нің 12-ден, яғни 12-ден береміз. Мыняқа 6-дан болады, мыняқа 4-тен, ал мыняқа 3-тен болады. 6-ны 3-ке көйтсек 18. Жазайық мыняқа асықпай. Қосылған 4-ті 2-ке көйтсек 8 плюс 3 болады. Бөлінген 2-нің 12 бізде ортақ бөлім мыняқа 3-тен, мыняқа 4-тен болады. 3-ке 4-ті қоссақ 7 болады. Яғни бізде 2-нің 12-ден 7 дәрежесі. Енді бізде 2-нің 12-ден 18-ге 8 қосамыз 26, 29 дәрежесі. Бөлінген 2-нің 12-ден 7 дәрежесі. Енді бөлінген кезде дәрежелері бізде азайтылады. Сонда бізде 2-нің 12-ден 29 дәрежесі азайтылған 12-ден 7. Так, сонда қараңыздар оқушылар, бізде алымдар, яғни бөлімдері бірдей, алымдарын азайтамыз. Яғни 2-нің 12-ден 29 азайту 7, ол 22 дәрежесі. Енді бізде мынандай өрнек шығады. 2-нің түбір астында 12 негізді 2-нің 22 дәрежесі. Осы жерден көбісі қателесу мүмкін. Так, мынаяқта жауап жоқ, значит бұл есеп дұрыс емес деп. Жоқ, қараңыздар. Бізде 12 негізді түбір астында 2-нің 22 дәрежесі ол 2-нің 12 дәрежесі. 2-нің 12 дәрежесі. Так, бұл жерде мынаяқта біз бір қателік жіберіппіз, 12-ден 22. Яғни бұл жерде не істейді? 2-ке қысқарады. Сол кезде мынаяққа 6, мынаяққа 11. Сонда 2-нің 6-дан 11 дәрежесі. Енді осыны стандарт түрге келтірсек болады. Түбір астында 6 негізді 2-нің 11 дәрежесі. Сонда жауабы бізде А варианты болады. Так, осы соңғы есеп, яғни осы есепті аяқтап, бүгінгі стримді аяқтаймыз. Келесі бізде 75, 48, 108. Яғни осыны біз не істейміз? Стандарт түрден шығарамыз. Яғни мысалы түбір асты 75 қой. Түбір асты 75. Бұлай теңдеп кете берейік. Түбір асты 75. Ол дегеніміз, ол бүйтейік, мынақа бөлек шығарайық. Түбір асты 75, ол тең түбір астында 25 пен 3-тің көбейтіндісі. Енді 25 деп отырғанымыз не? 25 деп отырғанымыз ол 5-тің квадраты көбейту 3. Яғни квадрат пен түбір асты қысқаратта 5 жақша осы түбірдің сыртына шығып кетеді. Сол кезде 5 түбір астында 3 болады. Сонда бізде түбір асты 75 деп отырғанымыз ол 5 түбір асты 3 болады. Енді дәл осылай барлығын бөлек шығарып аламыз. Келесі түбір асты 48. Так, түбір асты 48 бізде ол түбір астында 16 көбейтілген 3 болады. Ол 16 деп отырғанымыз ол 4-тің квадраты көбейтілген 3 болады. Яғни бұл жерде квадрат пен түбір асты қысқаратта 4 түбірдің сыртына шығып кетеді. Сол кезде 4 түбір асты 3 болады.
Енді 48 таптық, келесі 108. Так, түбір астында 108. Ол деп отырғанымыз түбір астында 36 мен 3-тің көбейтіндісі. 36 деп отырғанымыз ол 6-ның квадраты, значит 6 түбір асты 3 болады. Келесі түбір асты 12. Енді өздеріңіз біліп тұрған шығарсыздар, примерно. Ол деп отырғанымыз 4 пен 3-тің көбейтіндісі, яғни 4 деп отырғанымыз ол 2-ның квадраты, 2 түбір асты 3 болады. Әрқайсысын есеміз, орындарына қойып шығамыз. Түбір асты 75, ол 5 түбір асты 3 болады. Анау бізде 4 түбір асты 3 болады. Қосылған 6 түбір астында 3 плюс 2 түбір астында 3. Яғни бұл жердегі мақсат не? Бұл жердегі мақсат барлығын бір түбірге келтіріп алу. Яғни бізде барлық жерде түбір асты 3, түбір асты 3, түбір асты 3 бір-бірдей бөлінген 3 түбір астында 3. Енді 5-тен 4 азайтамыз. 1-ге 6 қосамыз. 7, 7-ге 2 қосамыз. 9. 9 түбір астында 3 бөлінген 3 түбір астында 3. Так, түбір асты 3 пен түбір асты 3 кетеді. 9-ды 3-ге бөлсек, әрине 3 шығады. Жауабы сонда В болады. Осы видеодан бір пайдалы ақпарат болсын алып кетсеңіз, давайте осы YouTube арнамызға тіркеліп, колокольчикті басып, бізде ентіда шығатын тегін сабақтарды тегін көруге мүмкіндік алыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Сізге ентіға дайындалуға сәттілік тілеймін.